айтарыңды айтып кет, айта алмайсың қайтып кет дейді. Айтып кетсейші, аузың барда айтып қал, қарның барда тойып қал, қолың барда қойып қал, көзің барда көріп қал дейді. Дана қазақ. Рас қой, мүмкіндік қой. Мүмкіндік. Осыны пайдалана алмай өкінішке. Бірақ аузың бар екен деп, ана қызыл сызық болады. Содан өтіп кетпеу керек. Ана жолға түскеннен кейін, бел кетеді, белбеу кетеді дейді дана қазақ. Мәшһүр Жүсіп атамыз да айтады. Ей, айналайын дейді. Сен қолыңнан келетін нәрсені Құдайдан неге сұрайсың дейді. Керемет сөз ғой, былай қараса. Біз қолымыздан келетін нәрсені Құдайдан. Құдай саған абсолютті нәрсені жасап қойды. Ауа орнында. Ауаның құрамы өзгерген жоқ, Аллаға шүкір. Күн орнында, жұлдыз, ай орнында. Бірақ біз барамыз да өзгерісті өзіміз жасамаймыз да, өзгерісті сырттан іздейміз. Міне жаңа Сұлтан Махмұт Торайғыровтың айтып отқаны сол. Үкімет өзі шешеді деген мына кереғар түсінік қалыптасқан қазақ. Міне, кер тартпа түсінік. Ол өздері шешеді. Анау менің қатысым жоқ оған дейді. Тіпті сайлаулардың дауыс беретін кезде бармайды. Міне, өйткені ол олардың жанайқайынан түк шықпайтын олар сезген. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі біздің студиямызда белгілі ғалым, қоғам белсендісі Жұмамұрат Кеңесұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, қазақтың мен деген азаматтардың бірі Жұмеке, қош келдіңіз. Жұмеке, енді бірден бастап кетейік. Осы жаз, өзіңіз білесіз, саяси тұрғыдан өте қатты ыстық болайын деп тұр. Ауа райы да, табиғат та осылай болып тұр ғой. Енді Астананың өзінде ешкім қазір, әсіресе биліктегі бірде-бір адам демалысқа шыққан жоқ. Кімге хабарлассаңыз да қазір жұмыс істеп отыр. Мысалы, 1 шілдеден бастап өзіңіз білесіз, жаңа конституция күшіне енеді, құрылтай бар, одан басқа халыққа қандай бір жаңалық алып келетін дүниелер бар, қалтарыста, біз білмейтін. Енді бұл саяси науқан ғой. Жылда біздің Қазақстанда кеңес одағы ыдырағаннан бастап бүгінгі күнге дейін жалпы мен Қазақстанның саясатын бар ғой, мынау қазақтың амурский медведь дейді ғой, аю, ағаюын ұқсатам да. Тек қана науқан кезде ойбай бізде мынадай бар деп атып тұрып ұйқысынан жүгіріп барып, біз өйтеміз, бүйтеміз деп уәдені үйіп төгіп береді да. Содан кейін жаңа науқан өтеді. Өткеннен кейін пырылдап тағы 6 ай ұйықтайды да. Қалың ұйқыға кетеді. Кеткенде сұмдық енді. Сөйтеді да науқан басталғанда тағы да атып тұрады да, сол жалғасып келе жатыр. 36 жыл бойы мына бірінші экс-президент дейді ғой, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезінен бастап әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Сол сарында сол дәуірлер қайталанып келіп жатыр да. Тап сол жүйе әлі мызғыған жоқ орнынан. Жұмеке, сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Неге біз барлық мәселені сырттан іздейміз, біреуден көреміз? Менің өзім жеке көзқарасым бойынша, бұл жерде мемлекеттің, немесе мемлекеттік машинаны жүргізіп отырған биліктің де қателігі жоқ сияқты. Бар шығар енді белгілі бір дәрежеде, бірақ азаматтардың өздері талап етпейді да. Мысал деймін да, талап ету ол көшеге шығу немесе белгілі бір бұзақылық жасау деген сөз емес та. Талап ету белгілі бір сұрақтарын адам өзі түбіне дейін жеткізу, соңына дейін апару. Мысал деймін да, сіз білемін мен сізді бұрыннан. Сіз талап етсеңіз, бір нәрсені өзіңізге қатысты сұрақты мен шешіп алатын азамат деп білемін. Мен басқа адамдарды айтам. Мен де солаймын. Мысалы, мен бір нәрсені талап етсем, өзім ақпарат құралдарына қатысып, мен оны талап етіп сұрап аламын да, тізгіндеп. Сол сияқты жаңағы ұйықтатып отырған партияларды өзіміз ғой бесікке бөліп отырмыз осы кезде. Шынын айтайық. Неге біз мысалы ауыл партиясы болса, ол партияны келеміз да, жаңа қалың ұйқыға жаңа ағаю сияқты кетіп қалады. Неге біз оны орысша айтқанда дергет етпейміз, түртпейміз? Айналайын, тұр. Турбулентті кезең, ұйқыңмен ертең кетесің. Сондықтан меніңше ойлаймын, Жұмеке, оған біздің азаматтардың өзі де әрине қателігі бар сияқты солар. Қасиетті Құран кәрімде жазылған дейді, халқың қандай, патшаң сондай. Патшаң қандай, халқың сондай. Тағы қасиетті Құранда айтады. Не дейді? Өзің өзгермесең дейді, мен сені өзгертпеймін дейді, Алла тағала айтады. Дұрыс айтасыз. Бір қауым өзі өзгермесе дейді, мен ол қауымды өзгертпеймін дейді. Енді қауымды адам ретінде, адам деп алайықшы, бір адам. Ол өзі өзгермесе, таңертең тұрмаса, спортпен айналыспаса, тісін жумаса, қолын жумаса, дұрыстап жүрмесе, денсаулығын қарамаса, бала шағасына дұрыстап тәрбие бермесе, ол қалай өзгереді? Қоғамнан, мемлекеттен көреді. Мен мына кісіні, біздің кісіні бір жаңа мемлекет билікте отырған жоқпын. Азаматтың да жауапкершілігі. Әрине, өте орынды. 1909 жыл Міржақып Дулатов Қазақ деген газетте Оян қазақ деп айтты. Сода жатырсың, найзаменен түртсең де жатырсың қазақ оянбай. Мұнша қалың ұйқыны бізге бердің, ой Аллай дейді да.
сөйтіп газеттің бірінші бетіне шығады. Сөйтіп содан бері әне бүгін қазақ әлі күнге дейін дұрыс айтып отырсыз, өте орынды, сіздікімен 100% келісем. Қарапайым халықтар өкінішке қарай біздің Кеңес одағын білесіз, 1917-ден кешегі жер 91-ге дейін болды. Сол кезде жалпы қазақтың бүкіл руханиятын, саяси, мәдени, әдеби барлық саладан бел омыртқасын опырып шаңырағын ортасына түсірген қоғам болды. Енді қазақ сондай қалың ұйқыда жатып сансырап өзінің тілінен айырылып мәдениет әдебиетінен жұрдай болып тыржалаңаш болған адамды 91-де бөркін аспанға атып ойбай тәуелсіздік келді деп оянған ұлт сол кезден бастап мысалы тәуелсіздік не екенін, тәуелсіздіктің мүмкіндіктерін, қалай тәуелсіздікте өмір сүру керек екенін біздің тірі жүрген халық арасында бірде-бір адам болмады. Барлығы билікке сол Мәскеуге құлдық ұрған, жат десе жат, тұр десе тұратын, ләббай тақсырмен күн көрген зиялы қауым өкілдері сол кезде. Бүгінгі күнге дейін сол саясат басып номенклатура қалып қойды дейсіз, сарқыншақтары. Сарқыншақтар содан еркін ойлы тәуелсіздіктің ұландары дейді ғой қазақша айтсақ. Сол емін-еркін өзінің құқықтарын талап етіп, басқаны қоя бер, мен сізге айтайын. Қазақстан Республикасындағы академик профессорлармен сөйлесем ғой мен күнде. Солардың өзі ана жер аст үстінде қойнауында жатқан таблица Менделеев дейді ғой, кестесіндегі бүкіл элементтердің әрбір Қазақстан азаматының құқы бар екен, үлесі бар екен айтып ем, солай ма Жұмеке деп менен ол мүмкін өтірік аңқау болып тұрған шығар тырнақшаның ішінде. Бір Құдай біледі, енді мен білмеймін. Солардың өзі мен қалған кезде жағам тұстадым, айналайын-ау, мына кісіден біз академик деп алдына құлдық ұрып жүрсек, бұл бейхабар ештеңеден деген сияқты сондай адамдардан қараған кезде қарапайым халықта не үміт, не қайыр. Міне, енді Жұмеке, кешіріңіз, бағанағы сұраққа қайта оралайықшы. Бірінші сұрақтың жалғасы ретінде жақсы айттыңыз бағана. Біздің партиялар шынымен сайлаудың кезінде ғана оянады. Бірақ бұл жерде бұл партиялардың өзінің саяси әлсіздігі деп ойламайсыз ба? Мысалы, неге олар саяси партиялардың лидерлері, жетекшілері билікке көзін шұқып тұрып айтпайды? Мысалы, бір облыстың әкімі ауылға байланысты бағытты орындамай жатыр. Айналайын, ауыл деген президенттің тапсырмасы, ауыл аманаты. Ауыл аманаты деген мемлекет басшысының қаңтардан кейінгі тапсырмасы. Сендердің көрсеткіштерің қандай деп мен өзім бірнеше конференцияларына, парламенттің отырыстарына қатыстым. Бірде-бір солай қатты айтқан көрген жоқпын. Бәрі былай номенклатуралық. Мен оларды жамандап отырған жоқпын. Орысша айтқанда по факту көзіммен көргенімді айтып отырмын. Егер осындай жолмен біз кете беретін болсақ, Жұмеке, жағдай ол өзгермейді. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз, өте орын. Ал оларды өзгерту үшін не істеу керек? Талап ету керек. Шындық қашанда мынау орыстың қазіргі таңда енді өзбек деп жүр ғой, негізі ол өзбек ұлтына қатысы жоқ. Гератта туылып өскен, сол жерде қайтыс болған, басқа шеге шықпаған Әлишер Науаи деген ұлы ақыны бар өзбектің. Соны өзбек деп жарайды, өзбек дей салайықшы. Сол кісі айтады, шындықты айту жақсы дейді, бірақ үнемі шындықты айта беру ақылды адамның ісі емес дейді. Қалай айтқанда данышпан болған ғой, ол негізі қарасаң. Сондықтан шындық осылай екен деп тисе терекке, тимесе бұтаққа ұра беру, ол ақылды адам емес. Мен білем деп елден ерекшеленіп, мен керемет ақылдымын, білімін деп сайрай беру. Соңы анархияға алып келуі мүмкін. Әрине, сіз бірінші сөз саптаудан бұрын әрбір аузыңнан шығып атқан сөзді дана қазақ 7 рет өлшеп 1 рет кескен. Дұрыс айтасыз. Балқыбазар бабамыз айтады, 10 бәленің 9-ы тілден туған. Шешеңдер топ ішінде тілім болған. Бір адам қателесіп сөз сөйлесе, 1001 пәле жабылып соны қуған дейді. Барлық бәле тілден. Сондықтан абайлап, астарлап, сөйтіп сөйлемесең, 2 күннің бірінде 2 аяғың аспаннан келуі ықтимал. Сондықтан адам аузы мен бар екенді өкінішке қарай әлеуметтік желіде отырып алып, кеше ғана дүниеге келіп, әрі әскерге бармай жатып, жер жаһанды біліп қойғандай, оңы мен соңын білмейтін, танымай жатып, жұрттың бәрін ақыл айтады. 20 әлі тұрмыс құрмаған қыздар отырады да баланы қалай табу керек екенін үйретеді. Алла жағам тұстай, мыналар қайдан келген бәле? Бұлар кімдер жалпы өзі? Сөйтеді әлі ештеңе адам болып қалыптаспаған, отбасын құрмай жатып, әке қандай болу керек, ана қандай болу керек дегендерді сапырған кезде, мына айтамда бұлардың ар жағында
орысша айтқанда недалекий дейді ғой. Алысқа бармайтын. Ешқандай адам сөйлерден бұрын ойлану керек. Кімден отырмын, кімге айтып жатырмын, ойланып 7 рет өлшеп 1 рет кескен. Оның жауапкершілігін сезіне алам ба деп ше, мысалы деймін да. Дұрыс айтасыз. Бірақ соны өкінішке орай қазір қазақ қоғамы ояну процесі деп қабылдап жатыр. Жаңағы сіз айтқан жастардың, сіз айтқан шынымен 20 жастағы адам қалай ол 40, 50, 60 жастағы адамдарға, аудиториядағы барлығына бірдей адамдарға ақыл айтады. Мейлі ол саяси тақырып болсын, тарихи тақырып болсын, әлеуметтік тақырып. Ол дым көрмеген адам ғой былай қараған кезде. Жоқ, рас қой енді 18-20-да қазіргі уақытта не көрді? Мен түсінем, бұрынғы Ғани Мұратбаевтардың кездері 20-25-те қылшылдап жаңағындай жалындап жанып тұрған кезде оны айтуға болады. Уақыт сондай. Соғыс уақыты, төтенше жағдайлар уақыты, турбуленттік уақыт. Қазір енді ондай емес қой. Ондай адамдар қазір ғылымда неге кетіп жатыр да. Енді сонымен Жұмеке, партия тізгіндесеңіз, мысалы, алда-жалда 24 сағат уақыт берсек, мысалы, нақты халықты өзгерісіп келіп келетін қандай заң қабылдайтын едіңіз, қандай ұсыныс беретін едіңіз? Өкінішке жоқ, қараңыз. Партиямен бүгінгі таңда қазақ елінде ештеңе шеше алмайсыз. Өйткені бізде авторитарлық басқару жүйесі, бізде бір адамға бағынған жүйе. Дұрыс қой. Иә. Сондықтан бұл жерде парламенттік басқару жүйесі бар ғой қазіргі әлемдегі болып жатқан көптеген елдерде. Сол жүйеге біз көшуіміз керек. Мына бір адамға табынудан біз әбден шаршаған халықпыз. Біз бір адамнан құдай жасап, соның артына өзіміз еріп, бір адамға телміріп, мен таң қаламда мысалда, білім ғылым дамыған заманда жапа-дармағай жұрттың бәрі бір адам алдында құлай беру, бұл жақсылықтың нышаны емес, кешіресіз. Тым болмаса мен айтамын да, сол жоғарыда отқан шенді мен шекпенділер, байбағландар, лауазым бар адамдар тым болмаса қарапайым халыққа бір орысша айтқанда спектакль дейді ғой. Қойылым ойнамай ма деймін да. Операторларды келіп, айналайын, сен қалай ойлайсың деп қасындағы вице-министр орынбасарларынан, сен қалай ойлайсың деп басқалар сценарийлер жасап. Иә, керемет бір, тым болмаса соны қойылым неге қоймайды? Бір адам сөйлейді де, алдынан қасындағылар аузына бұған өгіздей, жұмған аузын ашпайды да, үндемей бір адамға телміріп қарап отыратын. Бұл жүйе айналайын-ау, біздің эрамыздан алдын Рим империясындағы Юлий Цезарьдың заманында, мен тарихшы ретінде айтайын, сол замандарда болған дүние. Қазір білім ғылым дамыған заманда айналайын-ау, сен Асқар, сенің Тоқмағамбетов деген сенің жерлесің бар, мықты ақын. Сол кісі айтады, айтарыңды айтып кет, айта алмайсың, қайтып кет дейді. Айтып кетсейші, аузың барда айтып қал, қарның барда тойып қал, қолың барда қойып қал, көзің барда көріп қал дейді. Дана қазақ. Рас қой, мүмкіндік қой. Мүмкіндік. Осыны пайдалана алмай өкінішке. Бірақ аузың бар екен деп, ана қызыл сызық болады. Содан өтіп кетпеу керек. Абайлап, айтудың Мәшһүр Жүсіп жақында 20 томдық шықты, Мәшһүр Жүсіп. Сол томда Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы айтады. Дана ғой. Бір адамға ақпаратты жеткізудің 17 түрі бар дейді. Бүгінгі қазақ, тірі жүрген қазақтар, екі-ақ түрін біледі. Мақтасаң, ой, мақтап жатыр дейді. Ақ түс десек, жамандаса жерге тығып жібереді. 17 түрі бар деймін. Иә, қара түсін, екі-ақ түсін біледі, ақ пен қараны. Қалған қызыл, жасыл, сары, көзіл, қысыл, сұр, көгілдір, көк, түсқыл, қысыл, міне нешеуін айтып. Ол қалған 17 түрінен 15 түрі десек, екеуі бар. Хабары жоқ тірі жүрген қазақтар. Мына қараңыз, мен бір-екеуін айтып көрейін. Астынан, үстінен, оң жақтан, сол жақтан тұспалдап, әжуалап, келе-келеп, мысқылдап, жартылай айту, күлімсіреп, туралау айту, турау, беттен қан ағызып тұрып айту, толып жатыр да осындай. Осының 17 түрі бар. Бірақ біздің қазақ бүгінгі ізденбегеннің арқасында, осы дұрыс екен-ау дейді. Я қан ағыз түйден түскенде дүңк еткізеді. Қарапайым бір ақ мысал, кеше кетіп бара жатса, бір кісі қасындағы көлікте кетіп бара жатыр, рөлде. Соның ар жақтан бір кісі звондап, телефонда әкесінің қайтыс болғанын айтты. Ана рөл кетті ойнап. Мен айтам, дені сау емес бүгінгі қазақ. Өстіп айтам, баяғылар күймен термелеп, астарлап, абайлап, өзінің бөлек бір мәдениеті болды. Осыдан кейін не айтуға болады мына тірі жүрген қазақтарға? Мен таң қалам, жағам тұстайып. Айналайын-ау, сен оны айтар, кешіресіз, уақытыңыз бар ма? Біз сөйлесіп алсақ, көліктесіз ба? Кейін хабарласайын. Кейін хабарласайын деп астарлау керек қой. Ондай жоқ, төтесінен ұрады. Айтып осындай болады деген деп ескертуім керек. Қазір мен уақытым жоқ, міне әкең дүниеден озды дейді.
астағфиралла, осындай адамдармен біз алысқа бармаймыз, кешіресіз. Бұларға енді не істеу керек? Ағартушылықпен айналысу керек па? Көкірек мен көзін ашу жылдар бойы керек пе? өзім YouTube каналымнан да айтып жатырмын, айналайын қазақ олай болмаған. Бірақ сол сіздің өзіңіздің талап жейді ғой, мен астынан көремін бұл пікірлерді. Талап жейді. Оған дайын болу керек. Адам іштей дайын болу керек. Ол айтып қалу керек. Негізі ол ішінде адам бес саусақ бірдей емес. Айтып жатқанға сен көтере алу керексің да оны. Сынды да көтере алу. Көтере алу мәдениеттің алғы шарты. Адам бірінші жан жақты, білімді, сауатты ана жолға түскеннен кейін я бел кетеді, я белбеу кетеді дейді ана қазақ. Оған сен іштей рухани сені сындыра алмау керек. Кешегі өткен біз бала күнімізде өткен азғап әдебиетіндегі Керқұлатты Кендебай деген болады. Соның курсынан өзім менің өмірімде, тағдырымда мен өттім сол жолдан да. Балабақша, мектеп, одан кейінгі жоғарғы оқу орны, СПТУ 4, одан кейінгі погран шекарашылар білім жұрты, одан кейінгі әскери өмірім, жалпы өмірде болып жатқан, суға салсаң батпайсың, ұрсаң жыламайсың, лақтырсаң аяқпен сүйесің. Десең, тағдырдың талқылағына баяғыда әкем айтушы еді. Мен деген талай жігіттерді көрдім. Бірақ өмірдің өзі күйбің тіршілік. Сындырып тастады. Сағын сындырды. Ақыр сонда алып көшеде қаңғыбас болып қайтыс болған мен деген жігіттерді көрдім дейді. Сол секілді өмірдің өзі екінің біріне тойтарыс бере алмайсың. Мына көше ол басқа әңгіме. Сен соған сынбау үшін сен іште рухани керемет кемеңгелдеген, рухани кемелденген, білім жан жақты, сауатты білген кезде бар ғой, сен алдыңа жан салмайсың. Сен оларды елемейсің. Ана кім не деп жатса, мен талай дүние, мен қазір күйбің тіршілікте де көріп жүрмін, талай адамдар келіп маған айқайлап жатқан кезде бетіне қарайсың да бұрылып кетіп қаласың. Анау жындан, себебі мен Николо Макиавеллиді оқып жатырмын. Сол кісі айтады, саған айқайлаған адам алдында сен де айқайласаң, оның деңгейіне түсіп кетесің. Сондықтан сен бұрыл да үндемей кет. Сол кезде сен барлық бәледен аулақ боласың. Ол Николо Макиавеллидің атын естімеген ғой бүгін қазақ қайдамсың. Ол кім ол дейді, ол кім дейсің. Сократ, Платон, Аристотель, Сағди, Фирдауси, Конфуций, Лауацзы, кешегі өткен әлем ұлыларын тек қана қазақты емес, қазақтың данышпандары Қорқыт баба, Асан қайғы, кешегі өткен Қарақылды қақ жарған отауызды орақ тілді бабалардың ізімен мірдің оғындай нысанан он ұрып майдан қыс орғанда жіберген Балқыбазар, кешегі Нұртуған, кешегі Мәди, Ақылбай, Киікбай, Алаштар кеше Алашорданың Міржақып, Дулат бар. Қарапайым бір нәрсе айтайын. Мен кеше Муасара Нагами деген 120 жыл жасаған жапонның кітабын оқып шықтым. 888 бет. Сонда жапон айтады, барлық айтып отқан ұзын сөздің қысқасын ана кітапты қорытындылап келсең, соны 27-дегі Сұлтанмахмұт Торайғыров айтады. Былақ ауыз сөзбен. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен. Біреу қылды дегенде шығарамын сөзімнен дейді. Барлық өмір тағдырың сен өзіңе байланысты. Мен осы жерде айтып жіберейін, жаңа өзіңіз айтқан Мәшһүр Жүсіп атамыз да айтады. Айналайын дейді, сен қолыңнан келетін нәрсені Құдайдан неге сұрайсың дейді. Керемет сөз ғой, былай қараса. Біз қолымыздан келетін нәрсені Құдайдан. Құдай саған абсолютті нәрсені жасап қойды. Ауа орнында, ауаның құрамы өзгерген жоқ, Аллаға шүкір. Күн орнында, жұлдыз, ай орнында. Бірақ біз барамыз да өзгерісті өзіміз жасамаймыз да, өзгерісті сырттан іздейміз. Міне жаңа Сұлтанмахмұт Торайғыровтың айтып отқаны сол. Өзгеріс деген ол адам ішкі жан дүниесінен басталмай ма? Психологтар да айтады. Сен қалай бұрын ана бір әулиеге айтыпты, біздің исламда жаңағы баласы қант жей береді екен, қант тоқтатпайды екен. Сөйтсе ана ол кезде 6 ай кезіп барады ғой елге, сөйтіп қолынан ұстап барады, бір рет келгенде басынан сипайды да үндемейді. Екінші рет келгенде үндемейді. 2 жыл жүреді ғой сөйтіп. Үшінші рет келгенде тұрады да, ана әулиенің басын, әулие келгенде әулие тұрады да, бүйтіп басынан ұстайды да, балам қант жеме дейді, бір ауыз сөз айтады. Сосын ана кісі айтады, әкесі ренжиді, айналайын әулиеге, сізге деген мен неше рет келдім ғой, осы бір ауыз сөзді бір жарым жыл бұрын айтуға болмады ма дегенде айтады да, ол кезде өзім қант жейтін едім дейді да. Өзім де тәттіні жақсы көретін едім. Өзімді тыйып, тәттіні мөлшерін азайтқаннан кейін мен ақыл айтып отырмын дейді ана балаға дейді. Міне жауапкершілік, Жұмеке. Осындай жаңағы жауапкершілікті біз шынымен де өзіміз білмейміз да, жаңа партия, қоғам, билік деп енді дұрыс қой, дұрыс. Бірақ адам өзі өзгеру керек. Адам, орысша айтқанда персонально, жеке дара өзгеру керек. Анау атом деңгейінде өзгеру керек. Жеке, индивид дейді ғой жаңа ғылым тілінде. Сол кезде барып біз талап ете аламыз. Мысал деймін да енді Қазақстан, өзіңіз жаңағы сұраққа қайта оралайық, алда үлкен саяси, әлеуметтік, экономикалық дүмпу дейміз ба, жаңағы өткел дейміз ба, соның алдында тұрмыз деп айтайық, өзгеріс дейміз ба. Осыған біздегі қазіргі бар саяси партиялар үн қоса ала ма? Жоқ, бұлардан бар ғой, мен бірден айтайыншы кесіп.
ұзын сөздің қысқасы 90 ауыз сөздің тобықтай түйін айтайыншы, бұлардан түк шықпайды. Мен бірден айтайын, неге деген сұрақ туады. Иә, неге? Мен айтып берейін, келісімші. Бұлардың жаңа ішінде жүрген бар ғой, партиялардың барлығын ана Алаш Орданың туын ұстап жалаулатып жүрген Азат Перуашевтың өзі биыл кетейін деп жатыр. Кетті ғой енді. Иә, кетті енді. Анау Штрафстан деп айтқан үшін. Иә. Жалпы қарап отырсаңыз, біраз жыл отырды ғой, не тындырды деген сұрақты көрейікші. Тым тындырған жоқ, мен сізге айтайын. Сол әшейін отырды, ол кітап шығарды ғой, кітап шығарды. Кітапты қазір ешкім оқымайды, кітабын керек емес. Деректі Кітапты газет журнал оқымайды. Деректі фильм түсірді ғой. Евразия ұлттық университетінде бұрышта Егемен Қазақстанның өзі үйіліп жатады. Ешкім бірау бетін ашып қарамайды. Жоғарғы оқу орнындағы зиялы профессор академиктер ана қарайды кетіп қалады. Мен алып кетемін, үйге барып оқып жүремін. Егемен Қазақстан өзі бұрышта үйіліп жатады, басқаны сұрасаң. Неге ол? Неге? Енді қараңыз. Өйткені газет оқитын адам жоқ. Газет журнал мен істегенмін, мәдениет журналында істедім. Жоқ, қызық емес шығар енді, ол қоғамға беретін дүниесі жоқ қой енді. Қараңыз, біздің қоғам қалай? Бір қарапайым халықты алайықшы. Жалпы ана университет, жаңағы зиялыны қояйықшы. Қарапайым қазақты алайық. Бұлар біз саяси жаңағы үкімет өзі шешеді деген мына кереғар түсінік қалыптасқан қазақ. Міне, кері тартпа түсінік. Кері тартпа. Ол өздері шешеді. Анау менің қатысым жоқ оған дейді. Тіпті сайлаулардың талайына дауыс беретін кезде бармайды. Міне, өйткені ол олардың жанайқайынан түк шықпайтын олар сезген. Өйткені олар білгендіктен менің оған мына қоғамға үлесім жоқ, керек емес деп өзін сырт маған айтады мысалы. Ысырып қойған оны Жұмамұрат Шәмші айту керек секілді, тап маған керек секілді қазақтың проблемасы. Жоқ, айналайын, әрбір қазақ үлесін қосу керек. Солы айтып тұрған. Иә, сол жанталасып өзің елім, жерім, қазағым деп үлес қосуға, атсалысуға ұмтылып тұру керек қой. Өкінішке қарай, қарапайым Астана қаласында айтайын, менің алысқа бармай-ақ, менің туыстарым амандасып, ассалаумағалейкум кездеседі өзінің ар жақтан да, мен естіп жатырмын Ұзынбұлақтан. Сөйтіп кездеседі екен да, әңгіме айтып болғаннан кейін барып, Жұмамұрат Шәмші не деп жатыр деп сұрайды екен. Сол мен болады екен әңгіме. Өйткені айтқаның ауыз жаман, жылағаның көз жаман. Мен туралы тақырып кеше бір танысым айтады, сен туралы барып едім, сол 3 сағат сен туралы айтты, құлағың шуылдамады ма дейді. Сонда оларға тек мен айтуым керек секілді, ол өздері айта алмайды. Өйткені өздері айтса, қаралай қоян жүрек, айтып кетсе бір қолын қайырып алып кететін секілді түйіледі. Сонда сіз олардың өзі жауапкершілік біреуге сырғысы келеді. Былай айтқанда, біреудің қолымен от көсеу деген сөз бар ғой, сол сияқты ғой енді. Былай қарағанда кім жаңағы аталған 4-5 адам ғана жүру керек. Иә. Қалғандарына бұл керек емес. Керек емес. Дым қажет емес. Міне, осы жерден біз қателесеміз, Жұмеке дұрыс. Біз осы жерден қазақ ұлт мемлекет ретінде осыдан ұтылады. Мемлекет басшысының өзі айтып отыр. Әділетті Қазақстанды бірге құрамыз дейді. Мен құрам деп тұрған жоқ ол кісі. Мыналар құрады деп тұрған жоқ. Бірге деп тұр ғой. Міне, сен, анау, ол, көршің, туысқаның, апа, інің бәрі. Қызық айтайын. Бір анда қызық, мына бұдан 10 жылдан ба 15 жыл бұрын Қызылордаға бір кісі барған ғой, сөйтіп түсіруге бірден сұхбат алуға. Сонда Қызылорданың қақ ортасында Нұрсұлтан Назарбаевтың артына қарап тұрған, қолын жайып тұрған Қазақстан Республикасының картасы тұр дейді, халқы тұр. Сөйтіп қолын жайып астына жазып қойған дейді да, мен халқыма сенемін деген сөз тұр дейді. Сонда көзілдірігін түсіріп, ана ақсақал оқып, боқтапты дейді. Мынау несі? Назарбаевқа біз сеніп жүрсек, ол бізге сеніп жүр ғой деп. Осынан шығатын қорытынды әркім бір-біріне сілтейді. Тап ол жұмысты тап мен атқаруым керек демейді да. Бұл маған тиісті. Қазақ, әрі қазақ менің жалғызым деген Сабырадайдың сөзі өжіге келіп тұр да. Бірақ өкінішке қарай біреу істеу керек та қазаққа. Сол ғой. Дайын асқа тік қасық та. Дәл өзі. Сондықтан дана қазақ бір ауыз сөзбен айтады. Жаны ашымағанның жанында басың ауырмасын деп. Жанашырлық жоқ. Бір-біріне қарапайым көшеде мысалы қазір пышақтап бір-бірін өлтіріп жатыр қазақ. Басқа ана саясаттан былай ысырып қойшы. Қарапайым халықтың бір-біріне деген қазақ жанашымайды бір-біріне. Иммунитет өліп қалған. Алаңсытынған. Ештеңе сұра алмайсың. Бірдеңе айтып жатсаң, айналайын мынау қазаққа қатысты не ғой десең, бетің қарайды. Братан, это твои проблемы дейді. Біреудің проблемасы дейді. Айналайын, мынау қазақтың проблемасы десең, сосын айтатындар есілдерді, сен қай жерденсің? Оның қажеті не? Мен қазақпын, айналайын. Мен қазақпын десең да, жоқ, жері сұрап кетеді. Ру сұрайды, жүзге сұрайды. Тым қатысы жоқ, мен қазақпын, бітті. Мен әлі күнге дейін қасымда жүрген аға буын өкілдерінің руын сұрамаппын, маған қажет емес. Сен пәленшесің, кіші шөмекей дөйтсің, әлім ұрысың ғой, бәле, ол дым қызық емес маған. Ақселеу ағалардың қасында жүрдіңіз ғой былай қарағанда. Ағаңдарды мен руын кейін біліп жатырмын. Тарақты екен орта жүздің ішінде. Сол ғой. Анау ақаң дегенсін, ақаң бір рет жаңа көлік оталмай қалып сөйтті.
ана ұру тарақты екен ғой, тарақ дейді десе, не тарақ дейді, барахлит депті ғой. Сол секілді әзілдері бар да Ахаң. Мен қасында жүргеннен кейін көп дүниесін білем да. Солай, айта беріңіз. Жұмеке, құрылтайдың алдында үлкен саяси дода талас болатыны белгілі. Енді бұрынғыдай емес, қазір тікелей партиялық тізім арқылы өтеміз. Енді былай айтқанда шанс жоқ, мүмкіндік жоқ. Бір жағынан партияның салмағы беделі артады, егер сіз сияқты немесе тағы да басқа қоғамдық белсенділерді өзіне тартса. Дұрыс айтасыз. Беделі артады да. Енді ойлаймын, мен сізге айтып жатырмын да, осындай бір ұсыныс түссе бағыңыз сынап көресіз бе? Әрине. Мен баяғыдан бері айтып жүрмін бұны. Қазақта бір сөз бар, дана бабаларымыз айтады. Кім айтқан есімде жоқ. Жолдың мақсаты жету, дау мақсаты біту, сауда мақсаты ұту, қыздың мақсаты байға кету. Ер жігіттің мақсаты халқына қызмет ету. Мен емес, қазақ айтқан. Ұсыныс келіп жатса мен әрине қолдаймын. Кез келген партияға да бар. Айналайына қоғамда болып жатқан қордаланған мәселелерді былай айтып берсең болады ма? Қарамай-ақ ысырып қойып, не болып жатыр? Қазаққа не жетіспейді? Қазіргі таңдағы болып жатқан күйбің тіршілікте болып жатқан қазақтың барлық салада біз кемшін қалып жатырмыз. Барлық салада қазақ айтады бір ауыз сөзбен: ұл болсаң от бол, от болмасаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол дейді. Өкінішке ынжық сөз айта алмайтын бір кежір. Аудиториямен тікелей байланыс жоқ. Біздің билік басқа планетадан келген адамдар секілді. Басқа планета, қазаққа қатысы жоқ адамдар секілді. Тек ана жердегі жаңағы парақорлықпен, жемқорлықпен басқадан асап шетелге офшорға тығып, сол көшіп кетіп, сол Дубайдың тең жартысы Марина, кешек Вероника деген үйлерден сол жақтан сатып алып, бәрі Дубайға барып тұратын секілді. Айналайын-ау, мына елдің қамын ойлайтын, қазағым, елім, жерім deyip шырылдайтын, мына артында тұрған 20 миллион халқы бар. Осы халықтың үмітін арқалап жүрген мен жауапкершілігім бар. Мен айналайын-ау, осы халық ертең сұрайды ғой менен деген сияқты өзіне іштей, осылар мен ойлаймын да, түнде қалай ұйықтайды екен деймін да. Сонша айлық алып жатсың да, ертең оның жауапкершілігі бар ғой. Жарайды, ана жақта жауап береді ғой. Жарайды, бүгін адамды алдарсың, адамды алдауға болады. Бірақ Құдайды алдай алмайсың ғой. Карма деген болады. Бәріне жауап береді. Құдайдың сыбырлаған Құдай естімей ма дейді да. Ертең анау жұтқыншақтан қалай өтіп жатыр жегенің, айналайын ойлансайшы, кімге ертең жауап беретінді. Тіпті ол бұлар бар ғой, шын айтайын, өлетінін ұмытып кеткен. Майлы Қожа бабамыз айтады: ажал жүр сенің соңында, қойшылар қойды баққандай, шап беріп бір күн түседі, аяңа құрған қақпандай дейді. Майлы Қожа, Сұлтан Қожа айтқандай. Сондықтан бұлар өлетінін ұмытып кеткен. Біздің ауылда 3 бейіт бар еді. Осыны айтып кетейінші, айтқым келіп тұр. Осыны біле жүрсін деп жатырмын, шенді мешекпенділер. 3 бейіт тұр да. Соғыз бейіттің басында бірінші бейітте Өмірзақ Қожамұраттың ана сөзі тұр. Мына өмірге өкпем жоқ, жаманда есем кеткен жоқ, біреуге мен де жетпедім, біреулер маған жеткен жоқ. Бірінші бейітте. Екінші бейітте тұр: біздер де сіздердей болғанбыз, сіздер де біздердей боласыздар. Ол Өмірзақ Қожамұраттың сөзі. Біздің Қызылордада да жазып қойған ана. Бұл баяғыда айтып кеткен, баяғы 50 жылдары. Бұл просто адамнан адам естеді ғой. Үшінші бейітте жазып тұр: өлгендердің көзін тірілер жабады дейді. Тірілердің көзін өлілер ашады дейді. Өмірзақ Қожамұратов. Өлілер ашады. Қайтқан өлі адамның бетін жабады ғой, көзін жабады. Жұмат, өлілер тірілердің көзін ашады дейді. Ақиқатты көрсін. Ар жаққа барасың, ерте ме кеш пе. Мына жаңағы Фирдоусидің Шахнама деген кітабын Тұрмаханбет Істелеуов, менің Балқыбазардың шәкірті, Көкелташта оқыған. Сол кісі айтады: жапалақ сұңқар болмайды, жабы тұлпар тумайды. Аспанда аққу өлге ақ сұңқар, жердегі жемтік іңкар болмайды. Соңғы киетін киімін кебін, мінетін табыт, баратын жерін қара жер. Жалғаншы жарық дүние, бізден де бір күн қаларсың. Піл сауырлы қара жер, қойныңды ашып қол жайып құшағыңа аларсың. Біреудің артық асы бар, біреудің артық басы бар. Аузан қиған қара жер бәріңді бір күн жасырар. Дүние жатсаң да өтер, тұрсаң да өтер, бақтайса ер жігітті төмендетер, басыңнан бақ, астыңнан тақтайғанда кейбір дос босағаңды көрмей кетер. Жасыңда жаңа соққан пышақтайсың, қар жалып қартайған соң ұсақтайсың, өкпеңе өлім оғы тиген күні көз жұмып қара жерді құшақтайсың. Досыңның ісін сынарсың, туыстың көңілін жығарсың. Қадірін білмей жүргенде қабырын қазып жыларсың. Тұрмаханбет Істелеуов. Екінші бетті ассаң былай дейді: аспан садақ ажал оқ, мысалы Алла мергенді, жер омақа біз қоян, етуге әл жоқ ербеңді, сұм нәпсі үшін сонда да қоймаймыш құлаш кергенді, кетіреміз кеуілден күні кеше көргенді. Бұл жаһанды билеуге неше мың сан ер келді, біткен соң тағдыр бәрі де аманат жанды бергенді. Ажалдан аман қалған жоқ, бергеме жинап тергенді. Арман жоқ сегіз пейішке ете қойсақ серуенді, өтіп жатқан ерте кеш
әсілі адам керуенді. Сол сыр сүлейлерінің тағы бір сөзі бар, сізге айтып кетейін, жалғастырып Жұмеке. Қызмет қылсаң ерге қыл дейді, бал төкпе шіркей шыбынға дейді. Керемет сөз ғой. Қызмет қылу деп отқанның бәрі жайттыңыз ғой. Бар кезде қызмет етіп қалу керек. Адамда энергия деген оны сарқылмайтын көз емес, сарқылатын. Адамның 60-тан кейін, 55-тен кейін ол 45-тегідей, 40-тағыдай жағдай болмайды. 35-тегі мына киберде шенеуніктердің, мен ойлаймын, киберде өте жас адамдарды алатын мен түсінемін да, биліктегі. Неге? Олар деген шаршамайды. Олар бәріне барады. Бір нәрсе ұйымдастыр десе ұйымдастырады. Оларда ішкі эмоция да жоқ. Жалғастырып жіберейік енді. Жұмеке, қараңызшы. Бізде неге жарқырап тұрған лидерлер жоқ? Мысалы, саяси партияларда. Мысалы, билікпен келіспейтін жерлердің бетіне басатын, тіліп айтатын тұлғаларды біз осы уақытқа дейін неге тәрбиелей алмадық? Алтынбек Сәрсенбаев болды ғой. Заманбек Нұрғаділовтер болды ғой, марқұмдар. Мысал деймін да енді былай. Байқайсыз ба, біз қазір кімді аламыз? Біз блогерлерді аламыз, журналистерді аламыз, шоумендерді аламыз, сөйтеміз да съез, содан бір не жасаймыз да, енді ойын жасаймыз, тұлға жасаймыз. Енді қараңыз, осындай үлкен ірі саяси тұлғалар болмағаннан кейін де тұрғындардың, халықтың ондай партияға сенімі еш уақыт артпайды ғой. Өте орынды. Қарапайым бірақ мысалы айтайық, Ресейдің Владимир Жириновский дейді. Оны біреу анау дейді, мынау дейді, жалпы ол өте сауатты, білімді азамат болды. Артынан ЛДПРдің артынан еріп 30 жылдан астам пайдаланды. Әрбір айтқан сөзі әлі күнге дейін талқылап, шындықты шыңғыртып айтып, ақиқаттың несінде болды, жүзінде жүрді. Сонда айтайын дегеніміз, осындай жанып тұрған лидерлер өте орынды айтасыз. Біздің партияда, Қазақстанда жалпы жоқ емес, бар сауатты білімді. Менің араласып жүрген ортамда да біраз жігіттер бар, бірақ не десем болады, біраз көпшілігі, біразы дейікші, шетелге кетіп қалды. Ар жағы Америка, бер жағы Европаға. Менің танысым, менің қатарларым, менен үлкендеу, менен төмендеу жасы. Неге? Өйткені бұл жақтардан әрбірден соң ол ұрынып көрді. Партияға барады, анда бар, мында бар. Кіргізбейді ғой. Бірақ кіргізбейді. Ана жерде шырмауықтай шырмалып қалған, бәрі құда жекжат, ағайын туыс, бауыр, мәке, сәке, бәке. Солардың ортасына жарып кіру үшін сенде жүрек жарды, баяғыдай арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, кәдімгідей екі иығында бабаңның мықты, бабаңның әруағы қолдап тұру керек. Солай секілді сол жерге ортаға жарып кіретін адам некен саяқ жоқтың қасы десек болады. Сондықтан бізде партияда ойлайды, партияда осылай ежелеп оқып отырса бірдеңе болатындай, айналайын-ау, сенің өзің позицияң болады, өзің еркін, ақиқатты қоғамда болып жатқан қордаланған мәселелерді шешу үшін барады ғой. Журналист Масат Толықбай деген 30 жыл отырған Нартай Сабильян, мен әрқайсысын танимын. Не істеді білмеймін, түсінбеймін соларды. Мысалы, кешегі Нартай Аралбай деген күшен сөйлейтін журналист не істеді, тындырды? Адамға түсініксіз. Бізден кейінгі, мен ойлайтын, 2005 жылдары парламент қабырғасында болған Мұхтар Шаханов, Амангелді Айталы, Серік Абдрахманов дегендер тұлға еді, қоғам таниды, бүкіл қоғам таниды. Кәсіби парламент еді ол кезде. Сол секілді сондай кісілер ойлайтын, мен 35 жас, қайда біраз бар екен маған аналардың. Сіз де келіп қалдыңыз ғой. Сөйтіп ойлайтын, сөйтіп арадан 20 жыл өтті, ол кісілер дүниеден озып кетті, біразы. Ал мені қызықтың бірі айтайын. Мен секілді шетелден, басқа елден туылып өсіп келген қазақ, мысалы, оралман деп жүр ғой бүгінгі таңда, қандастар бір атын анау неше түрлі құбылтқанмен бәрі ол қазақ қой. Бұл жердегі қазақ не? Ол қазақ бір қазақ сол. Бәрі бір қазақ. Қызық айтып берейін, сол құрылтайдың кезінде, баяғы бірінші құрылтайда Түркістанда болды ғой 92 жылы. Сол кезде Шерхан Мұртаза не деген білесіз ба? Ана Монғолиядан келген қазақтар жеке суретке түседі екен да. Монғолияның қазақтары келіңдер деп түседі екен. Ресейдің қазақтары бізде келіңдер. Өзбекстан сөйтіп микрофонда кешті, Шерхан Мұртаза ұрысқан. Монғолияның қазақтары, Қытайдың қазақтары, Өзбекстан қазақтары, Ресейдің қазақтары, Қазақстан қазақтары. Бәрі бір қазақ қой. Не оттап отырсыңдар? Бүйректен сирақ шығармай, үй ішіне үй тігіп не істеп отырсыңдар? Ұялмайсыңдар ма деп Шерхан Мұртаза ұрысқан. Бәріміз бір қазақтың баласымыз. Бір атаның балаларымыз. Үй ішіне үй тікпеңдер, басты қатырмаңдар. Тыныш отырыңдар деп. Шерхан айтады ғой, өйткені оның мінезі мен секілді ғой. Сон сияқты лидерлер, сол Шерхандар шырылдап кетті. Геральд Бергер ағамыз айтып кетті. Жабайқан Әбділдин, Шахановтар кешегі Мұхтар. Енді қайта берсің, олардың айтқанымен іс жүзінде көшеге шықсаң бәрі сол жартас. Біз тәрбиелей алмадық па? Мүмкін бізде ондай мектеп
жоқ па, иә. мүмкін сондай бір орта жоқ па, мүмкін сондай ортаны дайындау керек шығар қазір. Мысал деймін да, мен мына нәрсені айтайын да, еш нәрсе адам прагматикалық тұрғыдан ғалымсыз ғой сіз, прагматикалық тұрғыдан қарау керек. Жаңа Мәшһүр айттық қой, Құдайдан сұрай бермесе ше, қолынан келетін іс қой. Сол сияқты адам өзі талап етпейінше, өзі тартып алмайынша еш уақытта бермейді. Жоқ, ондай формула жоқ, әлемде жоқ. Қараңыз, Европаның, Америка бәрі елде талап етеді, тартып алады, азаматтар талап етеді. Онсыз бермейді деймін, ол мүмкін емес. Мен мана бір жездем бар Қызылордада. Сол айтады да, СССР-дың кезі, кеңес уақытының кезінде жұмысқа тұра алмайды екен да, анаған барады, мынаған барады. Соны исполком деген бар ғой кезде, атқару комитет. Соның басшысы өзінің көкесі екен. Көкемен жұмысқа тұрғызыңызшы, қиналып кеттім. Ана есікте қалғам, мынанда қалғам, жұмысқа алмайды дейді ғой. Сөйтсе ана жаңағы көкесі айтып бүйтіп қарап, балам, саған жұмыс керек па дейді. Иә дейді. Ана ойлаған ғой енді жездем, қазір жұмыс береді маған деп, біреуге айтады деп, сөйтсе, жұмыс керек болса өзің барып тартып ал депті. Тартып ал. Сол сияқты тартып алмаса бермейді жұмеке. Әрине. Тартып алмаса, ол жаңа айттым ғой, ондай нәрсе прагматикалық жағынан қарау керек. Ол әрине сізге сырып қойса, жаңағы адамдарға сырып, маған сырып қойса, олар да өтеді ертең, солай өзінің де уақытын алады да. Сол сияқты партияның ішінде де сондай саяси кризис менеджерлер болу керек. Ол айту керек партияның бірінші басшысына, проблема мынадай бар. Мына жерде ауыл шаруашылық құралап жатыр. Мына жерде субсидия мыналар қалталарына басып алып жатыр. Мына жерде коррупция, мына жерде мына әкім былай қылып жатыр деп ашық айту керек. Ол кәдімгі қып-қызыл анау парламент деген құрылтай алаң, қып-қызыл алаң болу керек кәдімгі. Әрине этикалық тұрғыдан нормалары сақталу керек, бірақ біз жаңа айтып тұрған Ресей бір жағынан қызығасын, мен мақтап тұрған жоқпын. Мәдениет бар өйткені оларда, саяси мәдениет. Қарап отырсаң кәдімгі жағасынан ұстап, парламент солай болу керек қой, былай қараса. Өйткені заң шығарушы орган, сен халықтың өкілі, халықтың талап тілегі, халықтың мүддесін ана жерде ортаға салып, былай айтқанда аманат, анау халықтың аманатын сен аманатына дұрыс қызмет етуің керексің. Өте орынды. Анау өкінішке қарай кешегі Ардақ Назаров анасын құттықтап сол парламентте. Жалпы сол Алматы облысынан сайланған кезде өткен жылы ана 11 бала Шерхан деген жас 16 жасар жігітті жабылып ұрып өлтіріп айқайлатып бүкіл резонанс болып қоғамда талқылау болды ғой. Соны көтерсе оның беделі көтерілетін еді. Ол кезде дүміндемей отырды да анасын туған күні. Ол ондай жерде емес екен. Қай жерге барғанын білмей отырған ау. Жалпы парламент дегенде ол оны түсіндірмеген ғой ешкім. Сол жерге мен келіспеймін. Айта беріңіз. Жалпы көп деген адамдар сол жерге барғанда қазақтары қазақша, орыстары орысша ыңқ-мыңқ ант қабылдаған кездерін көріп жағамыз ұстағанбыз. Мен ойладым, мына депутаттардан ештеңе шықпайды. Қалайса ыңқ-мыңқ екі алып қалған бала секілді анандай сиқын көрген кезде, содан кейін сенген қойым сен болсаң күйсегеніңді ұрайын дейді. Онда деді қазақ. Біз соларға сеніп жүрсек, заңымыз. Біз оларға тағдырымыздың беріп қойдық, болашағымыз. Аманатын, жарқын болашақты айналайын ма, сенің қолыңда тізгін, қамшы сенде деп қазақ кезінде қамшыны берген тізгінге, билікке. Олардың айтып отқан анандай. Мына Қытайдың тарихында мынадай сөз бар. Саяси әтектер деген бар. Политический не ғой, жаңағыдай, импотенты дейді ғой. Саяси әтектер Қытайдың үкіметінде императордың қасында жүрген тарихта қарап отырсаңыз. Ол саяси әтектер бүкіл бұйрықтарды, біреуді тағайындау кадр мәселесін, қаражат мәселесін бәрін саяси әтектер басқарған. Өйткені Қытайдың императорының гаремдер бар ғой, жаңа қыз-келіншектер қыдыратын жерлеріне әтек қой, енді ол физикалық еркектік несі жоқ, қабілеті жоқ, ол жерге кіре алмайды, ол оның болашақ қарсыласы бола алмайды деп император жасап қойған ғой енді жаңағындай жүйе. Сөйтеді да жаңағы саяси әтектер бір күні жиналып келеді да мемлекеттік қызметкерлермен арасында үлкен соғыс басталады. Кәдімгі үлкен тарихи оқиға басталады. Сөйтіп әтектерді қуып шығады. Сол сияқты сіз айтып отырған жаңағы оқиғаларда ол немес, жаңа білместікпен деп тұрсыз ғой, білместік емес, олар білет. Олар деген ол білмесе бармайды ғой ондай. Жоқ, сіздің жеке ойың ғой. Сен солай ойлайсың. Жұмеке, мінез жоқ, жүрек жоқ. Ол қорқады. Жаңағындай кейін оның артынан бала шағасы, бизнесі бәрін тартып алып қорқады. Бізде неге мықты идеологтар тапшы, тәуелсіз идеологтар? Неге сіз оны кейбір жерлерде айтып жүр, Иманғали Тасмағамбетов біздің
мынау айналымға кіріп жатыр, біздің арамызға келіп жатыр деген сұрақтар бар да, мысалы ол кісіге қалай сіздің көзқарасыңыз? Ол кісі Нұрсұлтан Назарбаевтың кезінде қасында алып жүрген сенімді адамдардың өкілдерінің бірі. Нұрсұлтан Назарбаевтың кезінде сіз университетте істедіңіз ғой мұғалім болып? Жоқ, енді қараңыз. Жоқ, енді айт дегесін айтайын да, енді сен бірден бөле береді екенсің. Сен сәл не қылу керек. Жалпы қараңыз, Иманғалидың мына бүгінгі жүргендердің арасындағы саясатта оның абыройы асқақ, мерейі үстем, басқаларға қарағанда. Абыройы асқақ, мерейі үстем, келісемін. Иә, себебі ол кісінің жаңа барған жерінде сол қаланың жауапкершілігімен қарапайым халықтың арасында тілдесуі, Алматыны барған жерінде Атыраудың әкімі болды, Астананың әкімі болды, біраз жүрген жерде. Енді оның адам пенде ғой, пенде болғаннан кейін бәр нәрсе пендешілікке де алып келетін дүниелері болды, жоқ емес. Енді ол өтті кетті ғой. Бұл бүгінгі мына саясатқа енді ол қазір зейнеткер, қарапайым зейнеткер. Жоқ, дұрыс қой. Саясатқа келсе қазір халық қолдай ма деймін. Ол біздің халыққа бәрібір. Кім отырғызсаң ана жерге бәрібір. Біздің халық саяси оянбай қалған, өз бетімен өмір сүріп жатыр. Мен жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой. Мен саясатын ұрмайды, түсінбейді, керегі жоқ. Енді қараңызшы, кез келген саяси болсын, әлеуметтік болсын, мақсат мұратты шешетін бірақ нәрсе. Ресурс, ақша, қаражат. Ақшаң жоқ болса, біз иллюзионистпіз. Біз әшейін отырып кетіп ауаға әңгіме айтып отырған адамбыз. Мына студияның өзіне біз қазір ақша төлемесек келе алмаймыз. Ол кісілердің жұмысы. Сіздің де гонорарыңыз бар, менің де еңбекақым бар деген сияқты. Былай қарасақ, ақша кез келген мәселені шешеді. Енді қараңыз, сіз айтып отырсыз жаңағы партия құру деген қып-қызыл ақша ғой. Әрине. Мысалы, сіз ойламайсыз ба, біздің Қазақстанда қазір мықты бір олигархтар, олигополиялар шығып, мына нәрсені не істейміз, жаңағы билікке бізде келейікші деген сияқты, олардың да енді бұрынғы биліктегі адамдардың да топтасу ықтималдылығы бар деп ойламайсыз ба? Бар болғанмен олар қызықпайды, керек емес. Өзінің жеке сен тимесең мен тиме бадырақ көздеп көбінесе өзінің қатын бала шағасының қамын ойлап сырылып қала береді. Көрініп тұр ғой бұл барлығы. Бізде партия құру қаржыға келіп тірелетін бесенеден бергі, бірақ билікпен келіседі. Бізде партия құру деген мүмкін емес мына жүйемен. Қырғыз ағайындардың кейбіреулерімен араласып көрдім. Олар орысша айтқанда деріске келеді да. Иә. Мына көкпар федерациясының несімен былтыр кездестік. Біздікілер деген ойнамай қалды ғой. Мына ірі, кәдімгі сізден екі есе менен екі есе келеді, қол деген кәдімгі күрек, сөйлеген кезде де бүйтіп жеп отырады да, бүйтіп кездескен кезде. Мен айтайын деп отқаным Жұмеке, ол не нәрсе? Ол жаңағы мүмкін ұлттық рух, мемлекетшілдік, мүмкін соның арасындағы бір соларды олар ұстап отыр ма, мүмкін ол адыраудың жолы ма, мүмкін керек емес жолы ма? Мысал деймін да, енді сіз сарапшы ретінде айтыңызшы. Жалпы қырғыздарға қатысты Қырғызстанның халқының саны 5 миллионның о жақ бұ жағы, жері алақандай жер, оларда табиғи ресурс біздікіндей мүлде, тіпті бір Алматының өзі оны бюджеті орайды, Атамбаев айтты ғой кезінде. Қырғыздың президенті де айтты оны. Енді ол сен тағы өзің сұрағыңа өзің жауап бердің ғой, жаңа барлығы келіп қаржыға келіп тіреледі. Қаржы тапшы болғандықтан көптеген қырғыз ағайындар келіп осы Астананың маңында, менің де көршілерім бар қырғыздар, қазір келіп азаматтығын алып жатыр. Қазақстан. Иә, азаматтығын алып осы жерде баласымен өсіп өніп жатқандар. Барғымыз келмейді ана жаққа дейді. Неге десең, қаржы жоқ, жұмыс мүлдем жоқ. Сосын мәжбүр Ресейге барып жұмыс істейді, анда барып жұмыс істейді. Біздің азаматтар партияға араласа алады ма қазір? Тікелей араласа алмайды. Сіз мысалы өзіңіз азаматтық парызыңыз ретінде барып көрдіңіз ба? Мысалы Аманат партиясының есігін қағып, менің мынадай бір хатым бар еді, мына қарап берші, мына жерде жол төселмеген, мына әкім уәде беріп еді, бірақ орындамады деген келдіңіз ба? Құдайдың құтты күні 365 күн бойы парламент Аманат партиясын, басқа партия мен апарып шаршаған адаммын. Ұзын сөздің қысқасы. Тыңдамайды, я жарайды деп канцелярияға апарып тастайды, болды, сүйіз жатар шаң басып біреу қарайды деп мен айта алмаймын, кешіресіз. Ол қаралмайды. Сен керегің жоқ. Сен мына қоғамға қажетің жоқ та, сен ешкім сұрамайды. Өкінішке қарай бізде айтып отырмын ғой, жүйе майлы жамбасты ешкім жайдан жай бермейді. Майлы жамбасты тартып алу керек деп бағана жоғарыда өзің айтып кеттің ғой. Сол секілді бұл тартып алайын десең, сен үзеңгіден ағаларың отырып алған аттан түспейді. Үзеңгіден өз аттан түссе үзеңгіні бермейді. Сен ұрып түсірмейсің ғой. Ұрып түсірсең ол жауапкершілік деп сені тартады. Кезінде біздің эрамыздан 2000 жыл бұрын өмір сүрген Сократ айтады, саясат сондай сайқал, сөзбен айту жеткізу мүмкін емес дейді.
саясатпен сен араласпасаң, саясат сенімен араласады. Сол сияқты саясат сұрқиялығы соншалықты, бұда екінің бірі келе бермеу керек та. Саясатқа келетін адам жан жақты, білімді, сауатты, дайын болып келу керек. Мен жоғарыда айтып кеттім ғой. Сол секілді келмесе, әйтеуір тисе терекке тимесе бұтаққа, әйтеуір осылай бүгінгі саясатқа араласқан адамдардың барлығын жұмысқа барып тұрса, бізде мынандай сенің дипломың, қызыл дипломың, сенің сауаттылығың, болмысың, сенің қабілет қарымың, ұйымдастыру қабілетің деген сияқты ұрмайды. Сенің бірінші сұрайтын не сұрайды білесіз бе? Сен Кришан кім дейді екен? Кришан кім? Біздің таңда саясатпен араласып жүрген Криша керек ана жерде, көкегі. Криша деген білесің ғой енді кім екенін. Көкең болмаса сен ана жерге араласа алмайсың. Ол бір. Екінші жағы, сен олардың құрамына ана жарып кіру үшін я қызыңды беріп солармен құдаланысу керек, я ұлыңды үйлендіру керексің. Әйтеуір құдаласып барып шырмауықтай шырмалып қалды. 36 жыл бойы ана министрлікте, мынау неше министрлік бар? 18 министрліктің барлығындағы отырған адамдар бір-бірімен құда, жекжат, ағайын туыс болып кеткен сонша. Мынандай өйстіп кеткен. Бразильский сера отдыхает дейді орыстар. Сондай болып кеткен адамдар, олардың бәріне жарып сен кірем, айналайын, сен тоқта дейді бірінші. Полиция тоқтатады. Охранадан алып қалады дейсіз ба? Бар құжат ананы тастап кет дейді жерге. Макиавелли сіз айтқан политолог айтады да, саяси ғылым зерттеген. Былай деп айтады. Мақсат мұратқа жету үшін дейді. Мақсат мұратқа бәрін жасау керек дейді. Дұрыс қой я. Сен бәрін жасау, сенде біріншіден қаржылық, жаңа жоғарыда өзің айтып отырсың, қаржылық мәселеге келіп тіреледі. Қаржы мәселесін шешуге болады, осы эфир арқылы сізге қаржы жинап берейік. Жоқ, ол қаржыдан басқа бізге ане жерге тетіктер, ане жерге қажетті саяси жоғарыдағы лауазымды адамдар қолапаштап, сенің артында сенің тізгін беру керек. Олар мүмкін сізден сондай жауап күтіп отырған шығар. Мүмкін ғой, бәрі де мүмкін. Жоқ, бәрі мүмкін, бірақ біздің мына жүйемен бізде әптеп қалыптасып қалған жүйе бар. Ол жерге сен айналайын ау, жайдан жай кешірім сұраймын, жаңағы ауыр айтып қойсам да, ол жерге жаңағы айтқан тетіктермен бармасаң, сен жайдан жай мен келдім, мені қабылда, менің атым Құрманәлі Қалқаман деп барсаң. Ли Куан Ю Сингапур, жоқ жерден Сингапурды салды. Жоқ жерде тақыр емес, судың үстінен 500-ден астам аралды бүйтіп, анау топырақ жоқ көрші елдерден алып келіп арал тұрғызды, 500 арал. Сингапур әлемдегі қазір Америка құрама штаттарынан өзіңіз де болдыңыз. Мен мысалы Ли Куан Юды ерекше өзім как наставник, саяси тұлға ретінде мен басым деймін, былай тағзым етемін Ли Куан Ю. Міне саяси кризис менеджер деген сол. Оның алдында мынадан да қатты проблема болды. Мынау біздікі ештеңе емес, Аллаға шүкір тәуелсіздігіміз бар, ел жұртымыз аман, тыныш. Ли Куан Юдің өзінің кезінде қиын болғанын көрші мемлекеттердің бәрі айтып тұрған, соғыс ашамыз қазір деген. Крем қазір еліңе деген. Сондай жағдай болып тұрған Ли Куан Юдің кезінде. Ол өйткен жоқ қой, ол кері қайтқан жоқ. Ол айтты жоқ, мен барам деді до конца. Сен бар ғой, анау не десем болады. Піл мен құмырсқаны салыстырып жатсың да. Оның жағдайы деген біздің мына жүйе қалыпта, мен қазақша айтып тұрмын ғой саған. Қалыптасқан жүйені қазір мен біреудің ар намысына артық айтып кетуім мүмкін де, мен өйткені эмоцияға беріліп. Атын айтпаңыз ғой. Жоқ, атына түстегеннің қажеті жоқ. Жалпы біз мен бұл жүйені 5-ке мен депутаттыққа да түсіп көргенмін. Бұның барлығын өткен науқандарда. Бұның бәрін жүйені қалай қулық сұмдық әлі бар екенін мен басымнан өткеннен кейін сен Ли Куан Ю шықпай ма? Ли Куан Ю шықпайды. Ойбай, Ли Куан Юды былай қойшы, қайдағы Ли Куан Юды айтып жатсың. Сен қарапайым осы уақытқа дейін бір Абай, Шәкәрім, Мәшһүр, қайта Мұхтар Әуезов шыққан жоқ қой. Міне, оны қойып қойшы, жарайды, саясат қой, саясатқа осы 36 жылда бір Жұмабек Тәшенов, Өзбекәлі Жәнібеков, Иса Байзақов, кешегі Ильяс Омаров, Жәнібек Кәрменов сияқты мына ұлтының қамын ойлайтын, елім жерім қазағым дейтін бір адамның шықпауы ненің айғағы? Ол мен өзім ойымша ол тұрған шығар көлеңкеде, күтіп отырған шығар ұрымтал сәтті. Жұмеке. Ол бұл жүйемен біз ештеңе тындыра алмаймыз, кешірім сұраймын мен да. Сондықтан басқа сұрақ бар ма? Сіз қандай партияда болдыңыз осы уақытқа дейін? Және сізге уәдесін берген, жаңа бағдарламасында жасаған партия сізге нақты пайдасын тигізді ма, нақты бір азамат ретінде? Жоқ. Есігіңіздің алдыңыздың жолын төсеп? Ешқандай. Құлақ асқан жоқ. Тыңдамайды, сен кімсің дейді. Бірінші бірден кто ты такой дейді. Сондай кімсің дегеннен басталады ғой бәрі. Жақсы.
Жұмеке, енді мен ойлаймын, айтар ойыңыз бар ма тағы? Жоқ, көп қой ой. Айтпасаң сөздің ата сөйледі. Жалпы мына жүйе бізге қарапайым халықпен, сен қара, саясатты айтып жатсың ғой, жаңағы партияларды, қарапайым халықтың билікке деген өкпелері қара қазандай. Неге деген сұрақ туады. Өйткені жылдар бойы өзің жаңа әлеуметтік, саяси, мәдени, әдеби ауылындағы брусчаткалар, не болмаса ауладағы қирап жатқан нәрселерді жылдар бойы қағазға жазады, айтады, бірақ үлес соған барып айналайын не болып жатыр. Осы мына 36 жылда саған келіп біреу айналайын Құрманәлі қатын бала шағаны қалай асырап жатсың деп біреу келді ме саған? Іздеп келді ме? Келмейді. Керегі жоқ, қызық емес. Сенің өмірің түкте тұрғысыз. Мысалы, осылай секілді ол биліктен алаң үмітін үзген біздің халық. Бұлай ұзын сөздің қысқасы. Жылдар бойы бұлардың істейтін 36 жылда қарапайым халықтың игілігіне бірде бір завод жоқ біздің елде. Қарапайым халықтың жұмысқа тұратын. Бір фабрика жоқ. Біз өнеркәсіптің атымен жоқ, нөл. Ауыл шаруашылығы сонша Кеңес одағының деңгейіне жете алмай қалдық. 50 миллион әр қойдың санын тапсырып отырған Мәскеуге, Кеңес одағында. Соның айырылып қалдық. Ауыл шаруашылығы быт, бір трактор жоқ. Қой бағатын шопан жоқ. Шопан болғысы келмейді бірде-бір. Дронмен бағып жүр қазір қойларды. Мына жерде Жолымбет деген ауылда менің қайын жұртым тұрады. Өзбекстаннан бір өзбек бағып жүр 35-тегі. Бүкіл қазақтың ер азаматтары, тепсе темір үзетін азаматтардың бәрі ауылда тұрмайды, бәрі ауылға, қалаға тығылып алған. Ешеге келіп, жаңағы таксовать етіп, күзетте отырғанда соны арман көреді. Өлсем Астанаға барып өлейін деп, ауылдар тарап кетті. Шығыстағы кешегі Мұрат айтып отыр, сол жақтың жігіт Аякөз, Үрімші, Күржар деген жерлерде ауыл қалмады, Үржар. Ауыл қалмады дейді. Бүкіл 19 совхоз, 18 колхоз болған шығыстағы. Бүкіл шалғайдағы ауылдардың барлығы тарап кетті. Қазақ не дейді? Дана қазақ. Бос жатқан жер жау шақырады. Бос жатқан жер жау шақырады. Бай жоқ қатын бай шақырады дейді. Мен емес, қазақ айтқан. Бос жүрген адам, әрине, ол күйеуі жоқ болғансын бай шақырады. Оны дана қазақ айтқан. Сол секілді бос жатқан жеріміз көп, соны төбеден спутниктен Қытайың басқа ұлт өкілдері көріп отырады. Қазақстанда бос жатқан ауылда тарап кетті. Тек шоғырланып жатыр мегаполистер, Астана, Алматы, Атырау, Шымкент деген сияқты мегаполистер. Енді қараңызшы, Жұмеке, осының барлығына тағы айтамыз ғой. Мен мысалы Ақтөбеде бір ғана мысал келтірейін де, Ақтөбенің бір аудандары бар. Ақтөбеде бір 2 жылдың ішінде 17-20 мың адам ауылданнан қалаға көшіп келеді екен. Енді шамамен ол жердің аудандарының халқы да сондай. Сонда қарап отырсаңыз, 1-2 аудан 1-2 жылда жоқ болып тұрады. Солай көшіп кетеді. Көшіп кетеді кәдімгідей. Өйткені сұраныс, өйткені жұмыс жоқ, жұмыс болмағаннан кейін ақша табу, бала шағаны бағу қиындап болады да. Не дейді? Сократ не дейді? Білесіз ба? Бытие определяет сознание дейді. Тұрмыс билейді адамды. Санасын. Сондықтан сен қалайсың, қаламайсың, үйінде жатқан қатының бар, қойында миың жейді. Айнала ақша таппайсың ба? Сен не істеп жүрген еркексің? Мынаны бала шағаны шұбыртып туғызып тастадың. Мыналардың тамағы бар, киімі бар, оқуы бар, тоқуы бар. Осыларды қамтамасыз ету сенің міндетің. Сен еркек емессің ба деген кезде қай жерге неңді кірерін білмейсің да, амал жоқ, сені тұрасында әрекет етесің. Әрекет жасайсың, ақша табудың амалын жасайсың. Бұл тек мен сен емес, бүкіл еркек біткеннің бәрі сондай. Ол тек біздің Қазақстанда жер бетінде бар. Жер шарында 8 миллиард адамның барлығының мұң мұқтажы, арман тілек ниеті. Сондықтан ана жерде отырған шен-шекпенділер жабысып, кенедей айырылмай отырған себебі сондықтан. Билікке барған кезде сен қазақ айтады ғой бір ауыз сөзбен, патшада 40 адамның ақылы бар дейді. Сондықтан ана жерге билікке кім келеді білесіз ба? Құмның құмы, сұмның сұмы, айлакер, қулық, барлық жер бетіндегі жауыздықтың бәріне бойына сіңірген адам ғана билікке барады. Оны мен емес айтқан, Сократ айтып кеткен. Ли Куан Ю сияқты адамдар. Олар да. Ол сен білмейсің ғой, сен және жұрттың бәрі айтқанға үйіздемесің. Ішінде, ішкі дүниеде ана жақта не болып жатқанын сен хабарсың. Бірақ ол мемлекеттің жасап қалды ғой. Жасап қалды, ол басқа дүние. Ол ана жақ ішкі асханасына кірсейші барлығына. Мысалы, ең маңыздысы нәтиже. Дұрыс қой, нәтиже. Мен үшін нәтиже. Мысалы, елдің тыныш болуы мен үшін нәтиже. Елдің бейбіт өмір, шекарасы дұрыс болуы мен үшін нәтиже. Енді көрсеткіштердің төмен болуы да ол өкінішке орай нәтиже. Енді олардың қорытындысы ғой.
иә, енді Жұмеке, алтын уақытыңызды бөліп бүгінгі сұхбатымызға келгеніңізге рахмет. Енді біраз дүниелерді айттық. Енді бұл жерде келісетін де тұстар бар, келіспейтін де тұс бар. Келіспейтін де отқан, енді көрермен болғаннан кейін әртүрлі пікір айтады. Сондықтан ойлаймын, сіз дұрыс қабылдайды деп. Мен де өзім ойымды айтуға тырыстым. Ойлаймын, түйінге келсек, Жұмеке, біз мемлекет болсын, мемлекетті қойықшы, енді билік қой, мемлекет ол қалатын нәрсе, билік қой негізі ауысып тұратын. Билікке көп нәрсені ысырып қою негізі дұрыс емес. Көп адамдар бізден сұрайды да, мысалы, өзгеріс бола ма, осы конституциялық реформадан кейін, жаңа конституция құрылтайдан кейін өзгеріс, олар білмейді да, өзгерістің авторы кім? Халық емес қой, өзгерістің авторы билік қой, оның авторы ол өзі сызады схемасын. Дұрыс айтасыз. Егер оны билік емес халық жасайтын өзгеріс болса, ол кезде схемасын халық жасайтын еді да. Сондықтан мен өзім ойымша, енді бұйырған өзгерісін көреді халық. Енді біз пәлен түген мынадай өзгерістер, енді уақыттың еншісінде. Дұрыс айтасыз. Рахмет, Жұмеке. Онда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ел іргесі бүтін болсын. Енді біз қанша жаңағы жақсы жаман дейік, оны уақыт көрсетеді, бірақ енді біз үмітсіз шайтан дейді. Жақсы. Үміттенейік енді, Жұмеке. Әмин. Жақсы, рахмет, сәтті болсын барлығы. Алла жарылқасын.